Сәлем достар, Оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қызықты тақырыптардың бірімен бөлісетін боламыз. Адамның өтірік айтып тұрғанын қалай білуге болады? Өтірікшіні қалай тануға болатыны жайлы психологтардың кеңестерін ұсынамыз. Британдық әлеуметтанушылар бірнеше жыл бұрын орташа есеппен алғанда адам күніне 4 рет өтірік айтады деген тұжырымға келген болатын. Олардың пікірінше, ең көп таралған өтірік қалың қалай деген сұраққа жауап ретінде айтылатын бәрі жақсы деген тіркес. Бүгінде белгілі психологтар әңгімелесушінің сізді қалай алдап отырған анықтауға болатынын түсіндіріп берді. Біріншісі, бетін ұстап немесе бетін сипай бастайды. Адамдар өтірік айтқан кезде маңдайын сүртіп, шашын түзеп, мұрнын қасиды. Олар осындай жолмен қалай толқып тұрған жасыруға тырысады. Бәрінен де өтірікті жасыру үшін қолданылатын ең көп таралған қимыл ауызды қолмен жабу. Осылайша адам сүзгіден өткізу секілді өз өтірігін жеңілдетуге тырысады. Екіншісі, жиі жыпылықтап көзін жасырады. Жасыратын нәрсесі бар адам көзге тік қарай алмайды. Өтірік айтып тұрған адамның көзқарасы бір затта тоқтап тұрмай, жан-жаққа жүгіріп тұрады. Егер адам көзін жыпылықтатса, бұл да ойлануға себеп болады. Бұл өтірікші өзін ыңғайсыз сезінеді деген сөз. Ол өтірік айтып тұрғандықтан әңгімені мүмкіндігінше тезірек тоқтатқысы келеді. Келесі, жиі жөтеле береді. Стресстік жағдайда адамның аузы құрғап, құрғақтық мазалай бастайды. Сол кезде ол жөтеліп, ерінін жалай береді. Ал егер әңгімелесуші ауырмаса, бірақ жиі жөтелсе, оған сенуге бола ма, немесе болмай ма, ойланып көріңіз. Келесі, қолында бір нәрсені айналдырып тұрады. Әдетте, өтірік айтып тұрған адам қолын тыныш ұстай алмайды. Ол әрдайым қолындағы затты айналдырып, шасын саусағымен бұйралап, алақанын сүрте бастайды. Келесі, сөйлеуін өзгертіп, кідіріс жасайды. Адамдар өтірік айтып жатқанда, олардың сөзі жиі өзгереді. Олар дабырлап сөйлеп, немесе сөздерді соза айта бастайды. Сондықтан, сөйлесу кезінде кідіріске де назар аударыңыз. Сондай-ақ, өтірік айтқан адам телефоннан маңызды хабарлама алғандай, күй танытып, соза есінеп, саптаяқтан шай сіміруі мүмкін. Ал мұның барлығы үзіліс кезінде сіздің сұрақтарыңызға дұрыс жауап табу үшін жасалады. Келесі бір кеңес, өзіне өзі қарама-қайшы келуі. Адамның өтірік айтып тұрғанының белгісі оның қимылы мен бет әлпетінің әңгіменің жалпы бағытымен сәйкес келмеуі. Ол әңгіме барысында басын изеп, бір мезгілде айтып отырған әңгімесін жоққа шығарады. Мысалы, қайғылы оқиға айтып, өзі күлкісін әрең қысып отырады. Бұған қарап, оның айтып отырғанын өтірік екенін бірден аңғарамыз. Және соңғысы, әңгімені басқа тақырыпқа ауыстырады. Өтірік айтып тұрған адам әңгімені мүлде басқа тақырыпқа ауыстырып әкетеді. Ол басқа нәрсе туралы әңгіме қозғай отырып, өзіне жағымсыз тақырыпты жабуға тырысады. Өйткені өтірігі ашылып қалатынын сезе бастайды. Мінеки достар, бүгінгі тақырыбымыз осындай. Сіздермен болған Оңай каналы. Каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.